Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте тез дайындалатын, 5-10 минутта ғана дайындалатын дәмді әрі оңай салат дайындайтын боламыз. Ары қарай көріңіз. Біздің өте оңай салатымызды дайындау үшін бізге 4-5 қияр, 4-5 жұмыртқа және де 1 пачка краповые палочки, кукуруза және де майонез керек болады. Ингредиенттерді қалауыңызша азайтып немесе көбейте болады. Ингредиенттерімізді турап болған соң бәрін бір ыдысқа салып араластырамыз. Бұл салат өте тез жасалады. Сонысымен өте ыңғайлы. Жұмыртқа қосамыз. Ең соңынан кукурузаны қосамыз. Енді бұл салатты араластырып, тек майонезбен қоса болды. Сосын салатымыз дайын болады. Міне салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, астарыңыз дәмді болсын.